Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз бірінші сынып 35-ші сабақты өтеміз. 3 санын қосу және азайту тақырыбы. Бірінші тапсырма 3 санын қосу және азайтуды есіңе түсір. Мысалдардың қалай құрылғанына назар аудар деп тұр. Енді бірінші кестеде бізде бір қосу 3, яғни бізде бір қызыл кесе бар, ал 3 көк кесе бар, я? Екеуін қосатын болсақ, сонда барлығы бізде осы жерде бізде барлығы 4 кесе бар екен. Бірге 3-ті қосамыз 4. Келесінде 2 қызыл кесеге 3 көк кесені қосамыз, сонда 5 кесеге тең болады барлығы, яғни мына жерде. Келесі 3 қызыл кесе, 3 көк кесе 6-ға тең болады. 4 қызыл кесе, 3 көк кесе 7-ге тең болады. 5 қызыл кесе, 3 көк кесе 8-ге тең. 6 қызыл кесе, 3 көк кесе 9-ға тең. 7 қызыл кесе, 3 көк кесе 10-ға тең болады барлығы. Енді ауыстырымдық қасиетті пайдаланып жазатын болсақ, қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. Сонда қосындының мәні өзгермейді. 3 қосу 1 4-ке тең, 3 қосу 2 5-ке тең. 3-ке 3-ті қосақ 6, 3-ке 4-ті қосақ 7, 3-ке 5-ті қосақ 8, 3-ке 6-ны қосақ 9, 3-ке 7-ні қосақ 10-ға тең. Енді келесі қосындының мәнінен азайтамыз қосылғыштарды. Сонда 4-тен 3-ті азайтсақ 1-ге тең, 5-тен 3-ті азайтсақ 2, 6-дан 3-ті азайтсақ 3, 7-ден 3-ті азайтсақ 4, 8-ден 3-ті азайтсақ 5, 9-дан 3-ті азайтсақ 6, 10-нан 3-ті азайтсақ 7-ге тең болады. Енді есіңде сақта деп тұр. Яғни әр қайсы 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 сандары бізде 3 арқылы қандай құрылады, соларды жазып шығамыз. Яғни 10 саны 3 пен 7, 7 және 3 сандарынан құралады. Ал 9, 3 және 6, 6 және 3 сандарымен құралады. 8, 3, 5, 5, 3 сандарынан құралады. Яғни 3-ке 5-ті қосақ 8, 5-ке 3-ті қосақ 8 болады. Келесі 7 санымыз 3 және 4 сандарынан және 4 және 3 сандарынан құралады. 6 санымыз 3 және 3 сандарынан құралады. Келесі 5 санымыз 3 және 2, 2 және 3, 4 санымыз 3 және 1, 1 және 3 сандарынан құралады. Енді келесі тапсырма сандардың құрамын айт, азайтуға мысалдар құрастыр және жаз деп тұр. Енді 4 саны бізде қандай сандардан құралады деп тұр. 3 және қайсы саннан құралады, соны табуымыз керек. 4-тен 3-ті азайтамыз, сонда 1-ге тең болады. Демек 3 және 1 сандарынан құралады екен. Енді 4-тен 1-ті азайтсақ 3-ге тең болады. Келесі 7 санымыз 3 және 4 сандарынан құралады. Жаңа алдыңғы есепті айтып өттік. Енді 7-ден 3-ті азайтамыз 4-ге тең болады. 7-ден 4-ті азайтсақ 3-ге тең болады. Келесі 9 санымыз 3 және 6 сандарынан құралады. 9-дан 3-ті азайтсақ 6-ға тең. 9-дан 6-ны азайтсақ 3-ге тең болады. Енді келесі тапсырма есепте сан кесіндісін қолдан досыңнан тексеруін сұра деп тұр. Енді 4-ке 3-ті қосамыз, яғни 4-ті 3 рет 1, 2, 3 рет жүргізген кезде бізде мына жерде 7 санына келеді. Демек 7-ге тең болады екен 4-ке 3-ті қоссақ. Келесі 4-ке 2-ні қосамыз, яғни 1 тағы 2 рет қосамыз, сонда 6-ға келеді. 4-ке 2-ні қоссақ, тағы оған 1-ді қосатын болсақ 7-ге келеді. Сонда 4 қосу 2 қосу 1 бұл 7-ге тең болады екен. Келесі 10-нан 3-ті азайту, яғни 10-нан 3-ті азайту үшін біз 10-нан 3-ті азайтсақ 7-ге келеді. Енді 10-нан 2-ні азайтсақ бізде 8-ге келеді. 8-ден тағы 1-ті азайтатын болсақ 7-ге келеді. Енді келесі тапсырма есепте суретті пайдалан деп тұр. Яғни мына жерде бізде 6 қосу 3, яғни бізде сары пазлдарымыз бізде 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бар. Ал мына жақта бізде 1, 2, 3. Яғни барлық пазлдарды қосатын болсақ, бізде барлығы 9 пазл шығады. Өйткені сары 6 және бізде қызыл түсті 3. Сонда 9 болады барлығы. Келесі 9-дан осы қосындының мәнінен азайтамыз 3-ті. Сонда 6-ға тең болады. Келесі 6-ға 2-ні қосамыз 1-ді. Бұл жерде бізде 6-ға 2-ні қоссақ 8, 8-ге 1-ті қоссақ 9. Енді 9-дан 2-ні азайтамыз. 9-дан 2-ні азайтсақ 7, 7-ден 1-ті азайтсақ 6-ға тең болады. Келесі 6-ға 1-ті қосамыз 7, 7-ге 2-ні қоссақ 9 болады. Келесі 9-дан 1-ті азайтамыз 8, 8-ден 2-ні азайтсақ 6-ға тең болады. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.
Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық.